Саламатсыздар ма достар? Қалдарыңыз қалай? Сұрақтарыңыз болып жатса жаза беріңіздер. Ақырында астында комментарийдан көрінеді. Даусым жақсы естіліп тұр ма? Жақсы естіліп тұрса плюс қоя салыңыздар. Сұрақтар жазып жатырмын достар. Барлық мал сатылымы, түгелдей сүтті өнімдер сатылымы, барлығы да Малтабу.kz сайтында. Сіздер сұрақ қойып жатсыздар, осы Инстаграм ол сайт емес па деп. Жоқ, ол сайт емес. Ең басты сайт ол сіздер телефондарыңызға жүктеп алу керексіздер. Телефонға үстіп жүктеп аласыздар, қараңыздар. Сізге телефоннан көрсетсем, міне, Play Market бар ғой сіздерде. Сол Play Market арқылы сіздер Малтабу.kz мобильді қосымшасын жүктеп аласыздар. Сол мобильді қосымшаны ашып, барлық мал сатылымы, сүтті өнімдер, қымыз, шұбат, құрт май, жылқы, ірі қара, ұсақ мал, барлық сатылым осы Малтабу.kz қосымшасында. Міне, ең басында осы приложенияға кірген кезіңізде сіздер жедел ұсыныстар тізіміне түсесіздер. Бұл бүкіл Қазақстан бойынша жедел ұсыныстар тізімі әр 10 минут сайын, 20 минут сайын жаңарып отырады. Хабарландыруыңыз төмен түсіп кетіп отырады, сол үшін қайтадан беру керексіз. Енді қарасаңыздар, міне сол жағында бөліммен бөлініп тұрады. Мұнда 4 түлік сатылымы, жем шөп, егістік бау-бақшаға арналған сатылым, техника, ауыл шаруашылық, азық түлік, міне шұбат нешеден деп сұрап жатсыздар. Сіздерге телефоннан да көрсетейін, қазір компьютердан да көрсетем. Сүтті өнімдер дегенді таңдайсыздар. Міне жоғары жағында көріп тұрғандарыңыздай қараңыздар. Мысалға, міне Алматыда құрт сатылады, Түркістанда шұбат сатылады, таза үйдің шұбаты деп, қымыз, сау мал сатылады, таудың таза құрт, қымыз, барлық осылай, міне барлық сатылым осылай тұрады. Не іздейсіздер барлығы? Телефон нөмірлер керек болса үстіп ашасызда, міне мысалға қымыз дегенді аштым. Таза табиғи өнім, кеген Нарынқолдан тікелей жеткізу, ешбір қоспасыз таза дейді. Үстіп төмен жағынан қарайсыз, номерлер тұрады. Хабарласам десеңіз, осы жасыл сатушыға қоңырау шалу кнопкасын басып ақ, тікелей сатушыға шыға аласыз. Енді төмен қаратай жүргізе берсеңіз, өте көп хабарландыру шыға береді, себебі әр 10-20 минут сайын бұл жаңартылып отырады барлық беттер жаңартылып отырады. Кіріп өздеріңіз көрсеңіздер болады. Ал егерде сіздер сататын болсаңыздар, ондеше мен қараңыздар, телефондарыңызда хабарландыру беру деген тұрады. Хабарландыру беру дегенді басасыз. Мысалға, сіз не сатасыз? Егерде 4 түлік сататын болсаңыз, немесе жаңағындай сүтті өнімдер, қымыз сататын болсаңыз, берілген бөлімді таңдайсыз. Мысалға, мен қымыз сатамын дейін. Азық түлікті басасыз да сүтті өнімдер бөлімін таңдайсыз. Сөйтіп бүкіл жаңа осы тақырыбын жазып, бағасын келтіріп, барлығын таңдап аласыз. Мысалға, қай облыстансыз сіз? Алматыдансыз мысалға. Телефон номеріңізді қалдырасыз, мына жаққа. Менің номерім мынандай деген секілді үстіп жазасыз. Жай мен қазір ойдан құрап жазып жатырмын. Барлығын осылай толтырып боласыз да, ең соңында мына жерде міне хабарландыру беру дегенді басасыз. Сөйтіп сіздің хабарландыруыңыз міне бірінші бетіне қайтадан қайтып келіңіз. Міне Малтабу деген логотип тұр ғой, сол логотипті бассаңыз, сіздер жедел ұсынысқа кіресіз, қайтадан қайтып келесіз. Сол жедел ұсыныста сіздің міне хабарландыруыңыз осы жерге шығып тұрады. Сізден кейін әрине көп хабарландыру тағы да келеді. Сіз өзіңіз кіріп қарап тұрыңыз. Тіпті төмен түсіп кеткен жағдай болып жатса, өзіңіз қадағалап жүру керексіз. Енді міне сұрақтарыңызға келейін. Сіздердің бәйгеге қатысу туралы сұрап жатсыздар. Қараңыздар, осылай приложениені жүктеп аласыздар. Малтабу.kz приложениясын жүктеп алғаннан кейін жоғарғы жағында бәйгеге қатысу тұрады кнопкасы. Осы бәйгеге қатысу түймесін басып ақ қатыса бересіздер. Ең бірінші не істеу керек? Play Market'ті ашасыздар.
Play Market'тің міне жоғарғы жағында поиск деп тұрады. Сол поискке басасыз да Малтабу KZ деп жазасыз. Мысалы, Малтабу KZ. Осыны міне жүктеп аласыздар. Бұл телефонға жүктелген, сондықтан открыть деп тұр. Сіздерде установить деп шығады. Соны установить деп басасыз да, сол кезде сіздің ең басты экрандарыңызда осындай приложение мобильді қосымша болып сақталады. Соған кіресіздер. Ең басты жедел ұсыныстар бетін жаңа айтып кеттім. Осы жедел ұсыныстар бетінде бәйгеге қатысу түймесі бар. Көріп тұрсыздар ғой, иә? Барлығы дұрыс естіліп тұр ма? Плюс қоя салыңыздар, дұрыс естіліп тұрса. Плюс қойып жатсыздар. Рахмет, иә, дұрыс естіліп тұр екен. Аха, жүктеп алдыңыздар. Енді қараңыздар, міне бәйгеге қатысу түймесін көріп тұрсыздар барлықтарыңыз. Осы бәйгеге қатысу түймесін басасыздар. Өз телефон нөміріңізді енгізесіз. Мысалға, мен қазір ойдан құрап жатырмын. Сіз өз телефон нөміріңізді қатесіз енгізіңіз. Себебі сізге хабарласқан жағдайда басқа біреуге түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан өз нөміріңізді жақсылап тексеріп алыңыз. Мысалға, атын Малтабу KZ деп жазайын. Мысалға, сіз өзіңіздің атыңызды, тегіңізді жазасыз, әкеңіздің атын жазасыз. Содан кейін сіз қай облыстан екеніңізді таңдайсыз. Мысалға, сіз Ақмола облысынансыз, иә? Ақмола облысында қай қаланы таңдаймыз? Так. Астраханьканы таңдайық, мысалға. Таңдау деймізде. Соңген жіберу дейсіз. Сіздің өзіңіздің кодыңыз шығады жіберу деген кезде міне. Сіздің қатысу кодыңыз осындай деп. Жеке кодыңызды осыған міне бір жаққа жазып аласыз ба, әлде былай скриншот жасап алсаңыз болады телефоныңызда. Өзіңіздің осы кодыңызды сақтап алсаңыз болғаны. Сіздің жеке әркімге жеке әртүрлі код тағайындалады. Осы код арқылы жаңағы бәйгеде жеңімпаздар анықталады, достар. Осы бәйгеге қатысу түсінікті болды ма? Қалай қатысу керек екенін барлығы түсінікті ме? Тағы бір рет түсіндіріп жіберейін ба? Қазір осы эфир біткеннен кейін қайтадан кіріп осы бәйгеге қатыссаңыздар болады. Өте көп қазір қатысып жатқандар саны өте көп. Өздеріңіз қатысып қойған болсаңыздар, туысқандарыңызға, достарыңызға осы өз телефондарынан қатыстырсаңыз болады әрине. Мұнда қазір мен сіздердің сұрақтарыңызды оқиын. Так. Ешкі сатылымын көрсетсеңіз дейді. Ешкі сатылымын көрсететін болсам, қараңыз, төрт түлікке кіресіздер. Бүкіл мал сатылымы, мұнда түйе, жылқы көріп тұрсыздар ғой жоғарғы жағында. Міне жылқы, ірі қара. Менен қазір міне ешкі малын сұрап жатыр. Ұсақ мал бөліміне кіресте бүкіл бағалары осылай жазылып тұрады. Бағалар неге міне қымбат, немесе неге арзан деп бізге жазып жатасыздар. Өзіңіз кіріп қандай бағаға қойсаңыз, сондай бағада сайтқа шығады. Сондықтан өздеріңіз сол қандай бағаға сатқыларыңыз келеді, соған қойыңыздар. Әр қайсыларыңыз қатып қалған баға жоқ, хабарласыңыздар, келісеміз деп жазады. Сондықтан өздерінің қалаған бағасына алып кетіп жатады. Осылай мал сатылымының айналымы жүріп жатыр. Бүкіл Қазақстан бойынша осы Малтабу KZ приложениясы арқылы. Міне, мысал, Қозылар Жамбыл облысы Таразда 28 000 теңгеден дейді. Фотосын қойып қойған. Осылай кіріп, бұлай фотосын ашып, соңген жақындатып, бұлай көрсеңіздер болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай көріп, телефон номеріне сатушыға қоңырау шалып, өзіңіз жеке сөйлесе бересіз. Малтабу сайтына осындай жарнама қойыпсыз ғой, хабарландыру. Сіз осындай міне тоқты сатам депсіз ғой, бағасы келсесіз бе, мен мынандай баға берер едім деп. Кәдімгідей қалай сауда-саттық жүргізесіздер, солай осы Малтабу KZ приложениясы арқылы да жүргізсеңіздер болады. Енді так, сіздер сұрақтарыңыз. Қымыз саумал сатылады. Шығыс Қазақстан облысында Үржар ауданы дейді. Олжас ас. Сіз осы Малтабу KZ приложениясын жүктеп алып, жаңа мен көрсеттім ғой, хабарландыру беру деген. Соны басып, сүтті өнімдер бөліміне хабарландыру беріңіз. Сіздің хабарландыруыңызды бүкіл Қазақстан көреді осы Малтабу KZ-тен. Міне мен компьютерден көрсететін болсам, жедел ұсыныстар деп жатырмын ғой, сол жедел ұсыныстар тізімін қараңыздар, қандай үлкен. Осы әрбір 20-25 минут сайын осылай жаңарып отырады. Сіздерге қазір былай көрсетейін, қараңыздар.
неше хабарландыру күніне 200-ден 300-ден астам осылай ауысып отырады. Жылқыда сатылымы, малда сатылымы, бүкіл жаңағында не сатқыларыңыз келеді, сайтқа кіріп бере берсеңіздер болады. Сатып алатын адам өзі кіріп сізге хабарласады. Жаңа көрсетіп жатырмын ғой сізге. Мында міне ыстық түскі ас дейді. Бұл Maltabuk.kz сайтында сонымен қатар тек қана мал ғана емес, сонымен қатар жеткізумен азық-түлік бөлімі де бар. Қарасаңыздар, жоғалған, табылған мал да бар. Ең міне бастапқы бөлімнен бастап қарасаңыздар, төрт түлік, жем-шөп, егістік, бау-бақша, техника және қызметтер, міне азық-түлік, жұмыспен қамту, жаңа жазып жатыр, маған біздің ауылға қойшы керек еді деп, осы бөлімді қолдана аласыздар сіздер. Үй жануарлары, сонымен қатар басқа заттар, егер де тіпті мал шаруашылығымен айналыспаймын деген болсаңыздар, онда сол басқа заттар бөліміне қолдансаңыздар болады, достар. Міне мында пайдалы мақалалар, жаңалықтар жазылады. Сонымен қатар міне мына жерде біз бүкіл әлеуметтік желілерде бармыз. Сіз қай әлеуметтік желіде отырасыз, соған басып, сол жаққа өздеріңіз тіркеліп алсаңыздар болады. Көбіңіз ВКонтактеде отырады екенсіздер, Телеграмға тіркеліп алыңыздар. Малтабу осы бүкіл әлеуметтік желілерде бар. Жаңа сұрап жатсыздар ғой, Инстаграм ол сайт емес па деп. Инстаграм ол әлеуметтік желі, міне Фейсбукта да Малтабу бар, Ютубта да, Телеграмда да, ВКонтактеде, бірақ та бүкіл хабарландырулардың барлығы осы Maltabuk.kz сайтында. Жаңағы әлеуметтік желілерге тек қана 10% ғана шығып отырады хабарландырулардың барлығының. Сонымен қатар мында пайдалы сілтемелерді қарасаңыздар, сіздер сұрадыңыздар осы туралы. Қазақстанның жер кадастры деп басып, өзіңіз сол жер кадастры туралы мағлұмат білсеңіз болады. Осы Maltabuk.kz сайтын төмен жағында шығып тұрады. YouGovқа бассаңыздар, ол түгелде ауыл шаруашылығындағы берілетін субсидиялар жайлы жазылады барлығы. Енді міне соңғы мал шаруашылығымен айналысуға арналған субсидиялар дегенді бассаңыздар, онда осы мал шаруашылығындағы берілетін әртүрлі жаңағындай субсидия, барлық жаңа ережелер бойынша барлық толық ақпарат осы жерде жазылып тұрады. Өздеріңіз осыған кіріп, оқып таныссаңыздар болады. Телефоннан да кірсеңіздер болады, браузер арқылы кірген кезде. Мында қазір әзірше сұрақтарыңызды оқи берейін. App Store'да жоқ дейді. App Store'да бар, достар. Ағылшынша Maltabuk деп жазсаңыз, жаңа значогымен, жаңа логотиппен шығып тұрады. Міне бүкіл жаңағындай субсидии для занятия животноводством деген. Мал шаруашылығымен айналысуға арналған субсидиялар деген осы жерде. Өздеріңіз кіріп қарасаңыздар болады. Мысалға, быки производители, соларға арналған субсидияны қалай алса болады, барлығы осы жерде жазылып тұр. Кіріп қарасаңыздар болады. Енді қараңыздар сіздердің сұрақтарыңыз. Саламатсыздар ма, сурет қою проблема болып жатыр дейді. Сурет қойылып жатыр, тек сәл күте тұрсаңыз болғаны. Суретті қосасыз ғой, сол кезде басыңызда кішкене сәл күте тұрсаңыз, сурет фото қойылады. Тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? Сіздер настройкада разрешить деп бассаңыз болғаны. Мысалға, сізге қазір телефоннан көрсетейін, қараңыз. Фотосурет қосқан кезде міне хабарландыру, ең басынан хабарландыру беру дегенді басасыз ғой, төмен жағында міне хабарландыру беру деп басасыз. Сіз мысалға жылқы сатасыз, жылқыны фотосуретін қосайын дейсіз, сол сатуға галерея деген ашасыз, осылай таңдай саласыз галереядан. Ол кішкене ғана үстіп күсе тұрғанда қосылады. Мысалға, мынаны таңдаймыз да. Міне осылай қосылу керек. Жаңартып алыңыз міндетті түрде приложенияны, Play Market'тен жаңартып алсаңыз болғаны. Бәйге қашан бітеді дейді. Қазан айына дейін жүреді, осы биылғы қазан айына дейін жүреді. Бәйгеге қатысуды жаңа түсіндіріп кеттім ғой сіздерге, тағы да керек болса түсіндірейін. Міне осы кнопкаға басып ақ сіздер бәйгеге қатыса аласыздар. Бірінші рет көріп тұрмын дейді. Қайтадан көрсетіп жіберіңіз. Нені көрсетіп жіберейін, жазып жерсеңіз, Нура 8111.
ат жарысқа қалай қатыса аламыз дейді. Тек қана приложениені жүктеп аласыздар. Қараңыздар, сіздерде Play Market бар ғой телефондарыңызда. Сол Play Marketке кіресіздер де мал табу приложениесін тауып аласыздар. Сіздерде установить деген шығады. Соны устанавливать етіп аласыз да, осылай міне сіздердің главный экрандарыңызға, басты телефондарыңыздың экранына осылай шығады. Мал табу KZ сақталады. Жаңағы WhatsApp секілді, YouTube секілді. Соған кіресіздер, кіргеннен кейін жедел ұсыныстар тізімінің төменгі жағында бәйгеге қатысу деп тұрады. Осы бәйгеге қатысуды басып, номеріңізді, атыңызды барлығын дұрыс толтырып жіберу десеңіз, сіздің жеке кодыңыз шығады. Рахмет. Олжас СС мында бұқа сатылады дейді. Сізде жаңағындай Олжас қараңыз, бүкіл жаңағы сатылым осы сайтта ғой, сондықтан сайтқа хабарландыру бересіз осылай кіріп. Мен өзім салған хабарландыруды көре алмай отырым дейді. Сіз қай бөлімге бердіңіз? Жаңа мен басында айтып кеттім ғой, сізден кейін өте көп 100, 200, 300 адам хабарландыру беріп тастайды әр бөлімге. Сондықтан сіз өзіңіздің бөліміңізге кіріп, мысалы, сіз бұқа сатам деп жатсыз ғой, ірі қара дейсіз де, мына жерде мен жоғарғы жағында іздеу деп тұр, қараңыз. Көріп тұрсыздар ма? Іздеу. Бұл фильтр. Сіз мысалға бүкіл Қазақстан емес, маған тек бір ғана аудан керек дейсіз, я? Мысалға сізге Алматы керек, мысалға. Нәтижені көрсету дейсіз де, бүкіл Алматы бойынша хабарландырулар шығады. Кішкене сұрыпталады сонда, азаяды кішкене. Сонда өстіп қарай аласыз өздеріңізге бойынша. Іздеу дейсіз де, тіпті мысалға бағасы бойынша іздесеңіз болады. Маған тек қана 200 мың мен 500 мыңның арасында керек деп, немесе тек фотолармен ғана керек деп таңдап аласыз, нәтижені көрсету дейсіз де, осы жерде барлығы шығады. Киім сатылым жарнамасын жіберуге бола ма дейді Стайл. Әрине болады. Сіз жаңа мен айтып жатырмын ғой, егер де сіздер мал шаруашылығымен айналыспасаңыздар, басқа нәрсе сатамын десеңіздер, оған арнайы ештеңеге кедергіні келтірмейтін бөлек бөлім бар. Қараңыздар, басқа заттар бөлімі. Соған хабарландыру бере аласыз. Басқа заттар бөлімін бастым. Қараңыз, қызметтер бойынша жылжымайтын мүлік, үй сататын болсаңыз, электроника, жиһаз, киім-кешек, балалар заттары, бұның барлығы толып жатыр. Осы жаққа кез келген хабарландыруыңызды беріп қойсаңыз болады. Міне хабарландыру беру. Қалай саламыз малдарды дейді. Жаңа қараңыздар, сіздерде міне хабарландыру беру дегенді басасыз. Бұл қайда? Бұл приложениенің ішінде. Приложениені қалай жүктейсіздер? Play Market'тен жүктейсіздер. iPhone'дарда App Store'дан жүктейсіздер. Мал табу деп жазасыздар, осындай сары түсті біздің приложение шығады. Установить деген басасыз, бұл телефонға жүктеулі тұр, сондықтан открыть деп тұр. Осы мал табу KZ приложениесіне кіріп, хабарландыру беру дейсіз де, сіз қандай мал сатасыз, сол жерде барлығын таңдап, не сатасыз, соны солай хабарландыру берсеңіз болады. Алматы. Сұрақтарыңыз тағы да бар ма? Рахмет сіздерге, эфирге тағы да жиі шығып тұрамыз. Эфирді сақтап қойыңызшы дейді. Сақтап қоямыз, жақсы, рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз жоқ болса, тағы да кіреміз. Рахмет, сау болыңыздар. Мал табу KZ сайтына кіріп тұрыңыздар. Мұнда сұрақ қойып жатыр, қалай тіркелеміз, логин дейді. Сіз хабарландыру берген кезіңізде, сіз қараңыз, жеке кабинет, ол міне жоғарғы жағында, сіздің бұл жеке кабинетке уже кіріп тұр деген сөз. Менің хабарландырум деген сіздің бүкіл хабарландыруларыңыз, архивтейсіз, удалять етесіз, жоясыз, өңдейсіз. Ал хабарландыру берген кезде сізге SMS код келеді. SMS кодты осы өзіңіздің логиніңіз, ол қандай номермен хабарландыру бердіңіз, сол номермен логин, ал SMS кодтағы пароль, ол пароліңіз. Қырғызстаннан жүктесек бола ма дейді. Руслан Макилов, әрине болады, Қырғызстаннан да жүктесеңіз болады. Бізде өте көп Қырғызстаннан жүктеп жатыр. Қазақстаннан да, Қырғызстаннан да, бүкіл жаңағы шекаралас елдер жүктеп жатыр, қолданып жатыр.
міне Play Market'тен кіресіздер де жүктеп аласыздар. Мал табу деп аталады. Рахмет, сау болыңыздар, тағы да эфирге шығамыз. Сұрақтарыңыз болса жазып тұрыңыздар, дәрі күткен.